Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ тілі сабағы бойынша бүгін өтетін тақырыбымыз қыстырма сөздер. Балалар, қыстырма сөздер дегеніміз сөйлемдегі ойға сөйлеушінің әр алуан көз қарасын, сену, мақұлдау, күмәндану тағы басқа сөздерді білдіретін сөздерді қыстырма сөздер деп атайды. Мүмкін, рас, оның ойынша, сірә, шынында деген мысалға осы сөздер жатады. Оқулығымыздың 45-ші бетіне назар аударайық. Оқушылар 9-шы жаттығуға қараймыз. Кестедегі сөйлемдерді оқып, оларды өзара салыстыр. Мысалға, міне 4 мысал берілген 2 бағанда. Мысалға, әрине, еңбексіз ерде жерде көгермейді. Бұл жерде қыстырма сөз қарамен белгіленген. Әрине деп тұр. Бұл қыстырма сөзге жатады. Екінші бағанға қарайық. Еңбексіз ерде жерде көгермейді. Келесі екінші мысалға назар аударамыз. Биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Қарамен белгіленген несін айтасың? Сөзі қыстырма сөзге жатады. Келесі бағанға қараймыз. Биыл егіннің шығымы өте жақсы. Бұл жерде қыстырма сөз жоқ. Келесі үшінші мысалға қараймыз. Меніңше, бұл өте мықты адам. Яғни қарамен жазылған сөз меніңше, бұл жерде қыстырма сөздің рөлін атқарып тұр. Келесі, бұл өте мықты адам. Бұл жерде қыстырма сөз жоқ. Төртінші мысалға қараймыз. Мүмкін, сіз оған көмектесерсіз. Бұл жерде қыстырма сөз мүмкін қарамен жазылып тұр. Келесі, сіз оған көмектесерсіз. Бұл жерде қыстырма сөз жоқ. Оқушылар, қыстырма сөз дегеніміз әр адамның өзінің әр алуан көз қарасын білдіреді. 10-шы жаттығуға қараймыз. Мәтінді алдымен мәнерлеп оқып шығыңдар. Одан кейін жануарлар не үшін айтысқанын айтып бере қойыңдар. Және дәптерлерін ашып, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Қазанның 6-сы қыстырма сөздер. 10-шы жаттығу. Мәтіндегі қыстырма сөзі бар. Сөйлемді көшіріп жазамыз бұл жерде. Әрине, мені жақсы көреді, деді ат. Әрине сөзі қыстырма сөз. Келесі сөйлемді өздерің таба қойыңдар. Тапсырманы орындап болған болсақ, кері байланыс жібере қойыңдар. Оқушылар сабаққа қатысқандарын жарайсыңдар.